Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Білім класста күнделік кезет сияқты функция пайда болды. Әр мұғалім отчет құрып, өзін тексере алады, белгілі бір уақыт аралығында. Тақырып толмай қалды ма, сабақ өтілді деген галочка қойылмай қалды ма, немесе баға қойылмай қалды ма. Логин парольмен кіресіздер білім классқа. Сол жақтағы менюдан сіздерде мынандай мониторинг деген бөлім бар. Осы бөлімге кірген кезде сабақтарды өткізу деген функция бар. Мен мектеп әкімшілігі болғасын, менде мынандай функция көп шығады. Сіздерде осы жерде сабақты өткізілу деген бар. Соны бассаңыздар, мынандай меню парақша ашылады. Осы жерде сіздерде, мысалы менде мұғалімдер аты жөні, сіздерде тек қана әр сынып сабақ беретін пәндер бойынша пәндеріңіз тұрады, сынып бойынша. Осы жерден отчет ашылғанда мына жерде числосын таңдайсыздар. Қазір бізде 390 жүріп жатыр, аяқталуға жақын қалды. Мысалы, қыркүйектің 2-сін таңдаймын. Мышкамен бір мәрте ғана шертесіздер. Және екінші аралықты біз 10-шы наурызды таңдайық. Бүгін 11-ші наурыз, біз 10-ны таңдаймыз. 2-ші қыркүйек пен 10-шы наурыздың аралығын отчет құрастырып береді сіздерде. Менде пән мұғалімдерінің аты жөні мектептегі, сіздерде сыныптар бойынша шығады отчет. Мысалы, сіздерге түсінікті болатындай қазір көрсетейік. Мысалы, мына әріптесіміз кішкене мысал қарасаңыздар, мына жерде мына әріптесімізде ме? Сабақтың тақырыбы 100, сабақтың өтілуі галочка 100, үй тапсырмасы берілген 100. Мына жерде ме сабақ саны 483 сабақ, соның 483-іне үй тапсырма берілді. Мына жерде бағалау. Енді бағалау төмен тұрады, себебі бізде биылдан бастап енгенсін 1-тоқсанда біз баға қоймадық. Сол үшін аз көрсетіп тұр. Мысал қараңыздар, мына әріптесімізде мысалы 95% көрсеткіші өте төмен. Ол үшін мысалы сіздерде сынып тұрады. Стрелканы басасыздар. Стрелканы басқан кезде сіздерде мынандай сыныптар тұрады жаңа. Бұл әріптесімізде мысалы 2-ші А дамуда оқитын оқушысында тақырып 46 сабақ болған. Соның 43-інде тақырыбы бар, 3-інде тақырып сабақ көрсетілмеген. Демек, пайыз көрсеткіш төмен. Сабақ өтілді деген галочка қойылмаған, пайыз көрсеткіш төмен. Үй тапсырмасы берілмеген болып тұр. Ол үшін мысал қараңыздар, тақырып пен сабақ өтілді деген галочканы қою үшін, тақырыпты қосу үшін міне КТЖ-ға өтуге. Осыған басып өтіп, тақырыптарыңыз толтырып шығасыздар. Сабақты өткізілуімен баға дегенді мынау журналға өтумен толтырасыздар. Қайталап қайтайын. Тақырыпты қосу және үй тапсырманы беру КТЖ-ға өтумен толады. Сабақты өткізілу галочка мен баға журналға өтумен басасыздар. Мысал ретінде мынаны қазір КТЖ-ға өтіп көрейік. КТЖ-ға өткенде мысалы қарасаңыздар міне. Барлық сабақтар саны 51, тақырып 45-ке жазылған. Қалған 6 сабақ тақырып жазылмаған. Мысал ретінде қараңыздар, 2-ші жылын таңдайық. Көрдіңіздер ме? 1, 2, 3, 4, 5, 6 сабақ жазылған. Үй тапсырма берілмеген. Осындай іс-әрекеттер болмау керек. Бәрін толтырып, соңында көрсеткіш 100% болу керек.